Мен Ақиқат журналында тәуелсіздіктен кейінгі жылдары істедім. Бұл кезде біздің енді қоғамымызда бір еркіндік пайда болды. Баспасөзде журналистер еркін жазып, еркін тұратын болды. Баяғыдағыдай коммунистік партияның кезіндегідей емес, еркін тақырыптарға бой алдырды. Мен істеген кезде бас редактор Темірхан Медетбеков болды. Мен орынбасары болдым. Қызметкерлер Сайлаубек Жұмабеков, Марат Мәжитов, Аманхан Әлімов сияқты кәдімгі сайдың тасындай қызметкерлер болды. Журнал жаңаша бағытқа бет бұрды. Бұрынғыдай қысылып қымтырылмай, мынау алаш зиялылары туралы, еліміздің жаңағы тәуелсіздік тұсындағы нарық, сауда, жер қатынастары туралы кәдімгі еркін материалдар жазылды. Жерлердегі еңбекшілерден көптеген хаттар түсіп, солардың ой пікірлері айтылды. Журнал енді өзінің бұрынғы Қазақстан коммунисті ғой, ғасырлық тойына жақсы нәтижемен жетті. Тіпті журналдың мұқабасына дейін өзгерді сол кезде. Аманхан Әлімов бас редактор кезінде журналдың сыртына жаңағы Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Мұстафа Шоқаев үшеуінің түскен суретін беріп, журналды бір жаңаша көркемдік полиграфиялық бағытқа бұрды. Қазірде Ақиқатты үзбей қарап тұрам, журналдың да қазіргі ауқымы өте кең. Енді мынау ғасырдан асқан тойында журналдың қызметкерлеріне не тілейміз? Осындай жаңаша шығармашылық бағытқа жете беріңіздер. Алдағы жетістіктерің мол болсын деп тілек айтқым келеді.